Сәлеметсің бе, балақай? Мен сенімен кездескеніме өте қуаныштымын. Ал сен менің ертегімді күттің бе? Жарайсың. Ертегі күтіп отырсаң, мен ертегімді бастайын. Сен түнде аспанға қарайсың ба? Аспанға қарағанда нені көресің? Түнгі аспанда біз ай мен жарқыраған көп жұлдыздарды көреміз. Солай ғой. Бүгін мен саған аспандағы ай мен жұлдыздың достығы жайлы ертегі айтпақшымын. Қане жақсылап тыңда, сосын ұйықтайсың. Ертеде ғаламның кеңістігінде жарық шашқан әдемі жұлдыз өмір сүріпті. Ол өте кішкентай болғанымен жарқырап аспанды безендіріп тұрады екен. Бірақ бір күні жұлдыз көңіл күйі болмай мұңайып қалады. Мен кішкентаймын, менің жарығым әлсіз, мені ешкім байқамайды, деп мұңайып отырады. Оның көңілсіз екендігін байқап қалған ай оған жақындап: «Жұлдыз, сен неге көңілсізсің?» деп сұрайды. «Мен түнде жарық шашқым келеді, бірақ мені ешкім байқамайды. Сен сияқты үлкен болсам ғой», деп жұлдыз күрсінеді. Ай болса жымиып жұлдызға былай дейді: «Сен кішкентай болсаң да жарығың ерекше, сен жалғыз емессің. Қарашы айналаңа, аспанда сен сияқты жарқыраған жұлдыздар өте көп. Біз бәріміз бірге жарық боламыз», деді. Жұлдыз ойланып жан-жағына қарады. Шынында да айналасында жарқыраған өзі сияқты жұлдыздар қаншама көп екен. Олар да өзімен бірге жарық нұрын шашып, аспанды әдемі ететінін түсінді. Содан бері ай мен жұлдыз үнемі бірге жарқырап, ешқашан өздерін жалғыз сезінбейтін болады. Өйткені шынайы достар әрқашан бір-бірін қолдап, бірге жарқырайды. Бұл ертегіден қандай ой түйдің? Біз әрбіріміз ерекше және қайталанбас тұлғамыз. Достық пен бірлік бәрінен де маңызды. Өзіңнің ерекше екендігіңді ешқашан ұмытпа. Ал жақсы, енді ұйықтай ғой. Ертеңге дейін сау бол.